Dosta sayıp bärimiz. Aytarım var senderge. Tez turunlar şeңберге. Qanday жақсы bir durу, dostlar menen bir жүру. Qanday жақсы дос болу. Qanday болса, бәріміз қандай болуымыз керек? Қандай болуымыз керек? Дос. Үйге қандай тапсырма берілді? Кім айтамын дейді? 20-шы жаттығу. Жақсы бала. 20-шы жаттығуды кім маған орындап келді? Қане орнымыздан тұрып оқи қояйық. Дидар оқи қой. Алатау, Алланың аты. Ақтай бұл тәуліктің аты. Доста атамның аты. Жақсы. Мен оқиын. Қағым оқимын дейді? Мадина оқи қойыңыз. Балқайырым қыздың есімі. Шымкент қаланың аты. Суретші ата өлеңнің аты. Жақсы. Мен оқиын. Найман оқи қой. Алатау, Ақтау, Бошжан. Алатау, Ақтың. Алатау ненің аты? Алатау ненің аты? Айта қойыңыз. Ненің аты? Көмектесетін оқушы бар ма екен? Аяқ айта қойыңызшы. Қаланың аты. Алатау қаланікі ма? Таудың Таудың аты, дұрыс айтасыз. Ақтан. Иә. Досжан деген кімнің аты? Баланың аты. Кімнің аты? Баланың. Баланың аты. Жақсы отыра қойды. Жақсы бала, бәріміз үй жұмысын орындап келді ба? Жақсы. Үй жұмысын орындап келген болсақ, онда мынау сендерге от шашу. Қане жасайықшы бәріміз үй жұмысын жақсы орындағаны үшін от шашу жасайық. Өте жақсы. Ондай болса барлығымыз. Балалар, ондай болса бәріміз тақтаға қараймыз. Тақтада бізде қандай не тұр? Сөз тұр. Ондай болса бәріміз. Менің алдымда тұрған сендерге күлтешелер бар. Сол күлтешелердің барлығын аламыз жапырағымызбен қосып, және соған табамызда барып жапсыра қоямыз. Қане, кім шығам дейді тақтаға? Мұхаммед шыға қой. Оқыңыз. Я. Зат есім. Қандай сұрақ қоямыз? Жапсыра қой. Келесі кім келемін дейді? Найман келе ғой. Сұрақ қоямыз? Жақсы. Келесі келе қойыңыз. Суға шомылу. Сәтесін. Суға шомылу ма? Кімді көріп тұрмыз? Балаларды. Балалар. Сұрақ қояйықшы. Кім? Кім ба? Балалар дегенде қандай сұрақ қоямыз? Жақсы сұрақ қой. Келесі аяғын келе қойыңыз. Мына жерде ағаш. Сәтесін. Иә. Сұрағы? Не. Өте жақсы. Келесі. Амина келе ғой. Ақын. Сәтесін. Сұрақ қоямыз? Кім? Жақсы. Кім келеді? Дидар келе қойыңыз. Бұл жерде гүлдің сабағы. Табиғат. Табиғат. Дұрыс айтасың. Келесі. Режим келе қойыңыз. Киімдер. Сәтесін. Нелер, киімдер. Жақсы. Тағы бір оқушы келеді. Найман келе қойыңыз. Құстан. Жақсы. Жапсыра қойыңыз. Жоқ, қайда жапсырамыз оны? Мына жерде жапсырамыз, иә? Жаңа біз дұрыс жапсырмай кеттік.
Балалар, біз нені құрап шықтық? Затесін. Ондай болса балалар, бүгін біздің өтетін тақырыбымыз, бұндағы біздің мақсатымыз түрлі жағдаятты, қатысымдылық әрекеттерді өз сөзімізбен жүйелі талдауымыз керек, және жоспарлы сөйлей алуымыз керек, диалог құруымыз керек екен балалар. Оны біз күнделікті өмірде баяндап, қолдана жүруіміз керек екен балалар. Ондай болса балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай болды? Туынды затесі. Жақсы, ондай болса экранға назар аудар. Балалар, менің қолымда өзін-өзі бағалы парағы бар. Қазір бұны сендерге беретін боламын. Бұл бізге не үшін керек? Бұл біздегі берілген тапсырмалардың барлығын орындасақ, сол тапсырмаларға құс белгісін қойып отыруымыз керек. Және ең соңында өзіміздің бағамызды шығаруымыз керек. Енді балалар, бәріміз экранға назар аударамыз. Аға, ұшақ деген атау ұш деген сөзден шыққан ба? Иә, Дана. Ұшақ деген сөз туынды затесім. Затесінің басқа да түрлері бар. Терезе, жол, қанат сияқты негізгі түбірде болған затесімді негізгі зат деп атайды. Аға, қараңыз. Мына ұшақта от шығып келеді. Оны ұшқын дейді. Бұл да туынды затесім. Көрме дегенде? Балалар, жаңағы біз видеода көргендегідей, біз енді ереже құрастырайық. Ережемізде зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді екен. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейді. Ана, бала, кесте, сөз деген, көз деген сөздер жатады. Түбір сөзге жұрна жалғану арқылы жасалынған зат есімдерді туынды зат есім дейміз. Оларға іскер, суретші, оқулық деген сөздер жатады балалар. Видео көрдік қой. Видеода бізге жаңағы негізгі және туынды зат есімдерді қалай түсіндірді? Кім айтамын дейді? Негізгі зат есімі екіге бөлінеді. Негізгі және туынды болды. Негізгі зат есім ол негізгі зат есім дегеніміз оған жұрна жалғанбаған кезде оны негізгі зат есім дейді. Мысалы, негіз болып тұрған сөздер, иә? Негізгі түбірден алынған сөз екен, иә? Жақсы. Оған қандай сөздерді жатқыздық? Біз Найман айта қойыңызшы. Алта, ондық. Жаңа біз видеодан көрдік қой. Қандай сөздерді алдық біз? Қанат, ұшақ, тағы да, Мұхаммед, белдік. 14-ші бетті ашайықшы. 14-ші бетте бізге мәтін берілген. Қандай мәтін беріліп тұр балалар? Ананың асыл арманы. Қане, мына жақты мына төртеуміз бір топ, мына үшеуміз бір топ, бір-бірімізге қарай қарай тезірек балалар. Мынау сіздерге. Толық па? Ондай болса, екі топтан бір-бір оқушы шықсыншы. Кім мазмұнын айтамын, үнжіп айта қойыңыз. Ананың асыл сөзі. Бір күні әйел 3 ұлымен тұратын. Ол өз орамалын сатуға келе жатқан кезінде ауладан бір әдемі суретті жайлаған жемістерді көреді. Жарайсыз үнжу, отыра қойыңыз. Келесі топ айтамыз. Айта қойыңыз. Сосын әйел суретші балаларына көрсетеді. Балалары ол суретке таңдана қарады. Сосын кіші баласы айтады: "Анасы, мен де өскен кезде осындай үйде тұра алам ба?" дейді. Сосын анасы: "Иә, сен осындай үйде тұра аласың." Жарайсыз дейді. Отыра қойыңыз. Ал енді балалар,
екі топ бір-бірімізге сұрақ қояшы. Кім қоямыз дейді? Айару қоя қойыңызшы. Әйелдің қанша баласы болды? Жақсы. Найман жауап беріп қойыңыз. Әйелінің бала 3 бала болды. Өте жақсы. Тағы да кім сұрақ қоямын дейді? Тағы кім сұрақ қоямын дейді? Мадина сұрақ қоя қойыңызшы. Әйел қайда барады? Өте жақсы. Кім жауап береді мына жақ топта? Мадина, Амина, айта қойыңызшы. Әйел қайда барады? Көмектесетіндер бар ма? Орамал сатуға барады. Өте жақсы, орамал сатуға барады. Ондай болса балалар, барлығымыз дәптерімізді ашамыз да бүгінгі күнді жазып, қандай дыбысты жазамыз? Көркем жазып? Көркем жазып шыға қойыңдар. Дәптерімізді көлбеу қоямыз, басымызды көтереміз, денемізді бізде тақтамызға зер салайық. Бізде ашық микрофон әдісі арқылы қазір менің сұрақ қоямын, соған топ болып жауап береміз. Бірінші топ сізде бірінші сұраққа, екінші топ сізде екінші сұраққа жауап береді. Шығып менің алдыма келесіздер. Әйел барлық ақшасын әдемі суретті сатып алу себебі неде деп ойлайсыздар? Ал енді бірінші топта Мадина келіп алыңыз. Не себепті әйел ақшасының әдемі суретке жұмсады? Өйткені сондай үйде тұрғысы келгені үшін. Жақсы, өте жақсы сұрақ қойыңыз. Келесі сұрағымыз біздің әйел ананың орнында болсам, сен не істер едің? Кім жауап береді екінші топ? Амина келе қойыңызшы. Мен әйел ананың орнында болсам, мен де сол суретті сатып алушы едім. Не үшін сіз ол суретті алғыңыз келеді? Өйткені ол әйелдің үйі ескі. Үйі ескі болғандықтан, олар да қандай үйде тұрғысы келеді? Әдемі үйде тұрғысы келеді. Жақсы отыра қойыңыз. Балалар, жаңағы сұраққа жауап бердік. Енді сендерге тапсырма берілген. Зат есімдерді теріп жазып, негізгі зат есімді ажыратамыз. Бірінші топ, екінші топ туынды зат есімді ажыратып табамыз. Балалар, жаңа мен сендерге берген бағалауды белгілеп отырмыз ба бәріміз? Жарайсыңдар. Мұндай болса, тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, таптық па? Кәне кім маған айтам дейді? Негізгі жаңа зат есімді. Кәне, Найман айтамын дейді. Шебер. Дінмұхамед? Кестелік, иә? Өте жақсы. Екінші топтың. Кәне кім табам дейді? Туынды зат есімді. Кім табам? Аяғы табам қойыңызшы. Кестелер бар? Дұрыстап, оқи қоямыз. Кестеленген екен, иә? Тағы бар екен. Кім айтам дейді? Амин айта қойыңызшы. Шеберлік. Өте жақсы. Ондай болса дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Ондай болса балалар, бағалауымызды белгілеп, тапсырмаларымызды орындап тұрсақ, 17-ші бетімізді аштықта сол жерде бізге тапсырма берілді. Бұл тапсырмада сұрақтар, сөздер берілген, оқимыз, соны сұрақтармен ажыратамыз. Кәне кім оқимыз дейді? Амина оқи қойыңыз. Жақсы, келесі кім оқимын? Дінмұхамед оқи қойыңыз. Суретші. Өте жақсы, тағы кім оқимын дейді? Кәне Мадина оқи қойыңыз. Өте жақсы. Айару, сіз оқи қойыңызшы. Ал енді осының мағыналарын айта қойыңдаршы балалар. Тез сұрақ қоя қойыңыз. Суретші не? Кім? Сурет. Сұрақ қойыңызшы. Не? Суретші? Кім? Өте жақсы. Тағы кім? Өнерпаз кім? Ал енді балалар, бұл сөздерде сұрақ қойған кезде айырмашылық байқадық па? Қандай? Дидар айта қойыңызшы. Өнерге пар жаққан кезде ол жұрнақ жаққан кезде ол туынды сөз болып кетеді. Дұрыс айтасың. Өнер дегеніміз қандай сөз? Өнер деген
сергіп алайық. Бәріміз тақтаға шығып, мына жаңағы не жатқанымызды ойлап жібере қояйық. Несін тақтаға шығып алайық? Қане кеттік бастаймыз. Өте жақсы. Балалар сергіп болса, ондай болса, ананың асыл арманы деген тақырып бойынша бәріміз анаға хат жазып, почта арқылы жібере қояйық. 2-3 сөйлем ғана жазамыз да анамызға жібереміз. Ал енді балалар, жаңағы салған хатымыз аналарымызға почта арқылы баратын болады. Келесі бізде балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мына семантикалық картаны маған белгілеп бере қойыңдар. Негізгі және тұлымды зат есім дегеніміз не екенін? Ал енді балалар, жаңағы берген картамызды тексеріп жіберейік бәріміз өзімізді. Орманшы. Туынды. Өте жақсы. Қуыршақ. Негізгі. Доп. Негізгі. Сиқыршы. Туынды. Ғарышкер. Қандай? Балта. Негізгі. Балта. Негізгі. Жылқы. Негізгі. Жақсы. Ондай болса балалар, біздің сабағымыздағы бүгінгі қорытындылай келе, негізгі және туынды зат есімдерді түсінгендігіміз байқалып тұр. Бұл тапсырма келесі сабақтарда жалғасатын болады. Ондай болса балалар, біздің әрқайсымыздың бағалауымыз бар. Бағалауымыздан бұрын біз бүгінгі тапсырмамызда мына білім ағашын белгілеп жіберейік. Кім қаншалықты біздің жаңағы тапсырмамызды түсінді? Ал ондай болса балалар, үйге тапсырма. 17-ші беттегі 22-ші жақтауды үйде көшіріп, әдемілеп жазып келеміз. Күнделігімізге жазып ала қояйық. Күнделігімізге жазып болса, күнделігімізді жауып шетіне қоямыз. Енді балалар, мен сендерге жаңа бағалау беремін. Өзін бағалауды бердім, әркім өзінің жаңағы орындаған тапсырмаларын айта шықсыншы. Кім қанша тапсырма орындады? Үнжу қанша тапсырма орындады? 4. Өте жақсы. Кім? Дінмұхамед қанша тапсырма орындады? Жақсы. Жарайсыз. Өте жақсы. Өте жақсы. Жақсы. Бұлардың барлығына біз 2 балды жаңағы бергендіктен әркімнің өзін балын қазір мен сонда шығарып беремін. Қазір бүгінгі сабағымызды жаңағы қорыта аяққа келе сабағымызды қаншалықты түсіндік, жаңағы өте жақсы түсіндік, түсінбедік бойынша тез арада қолымызға берген алмамызды жапсыра қоямыз.